екенін кім байқап тұр? Әкім қолын көтерді ғой. Соғыста да олай қол көтермеген бар ғой. Мынау енді теңеше сізге мынау. Құдаймен рұқсат етпейді. Өзім шыққан уақытта сен шығарып жіберейін деп едім мен ғой. Ағам жаман жақсақты болып тұр ғой. Молодец. Құданы шырғөліге айналдырып тұрсың, кеттік ары қарай. Енді қызық той, құрметті ағайындар. Мына билеп атқан мына құрдастар жаңағыдай ортаға шығып билегенмен қол соғып айқайлап бір құдаларға құдалар, жастарға жастар демеушілік көрсетіп отырайық. Келесі биіміз ламбада. Шабала қошеметтіріңіз. Құдаларға құдашағайда. Macam ni ukut dah. Aku kecap. Mereka asal ramai. Boleh mereka mesti asal ni ni baru. Oh. Çok ağır bir şey, bu kızı. Ne nokta, öğrencime biraz sürüyordum. Bir toyga gelgeli bir şans jasayın bade. Azağın endi özün biz. Kudamız kuvanışka şarap otkan çıkar. Meni de bir asabaga sanap otkan çıkar. Келіншекпен сенің жерде билегесін құдағайды аларып қарап отқан шығар деп таза берейік. Орныңызға жайғасайық. Рахмет, мынау сізге. Рахмет, айтпа бұйырма. Молодец, құдағала құдашы, молодец. Аға, сіздің ламбаны ұйықтап түсті ғой. Бер ғана жақын деп. Сіз сияқты ламбаны ешкім білген. Енді құрметті ағайындар, елдің биін билеп жатыр. Қазақтың биін неге билемейміз? Қара жорға. Қошемет. Айқай шуға да ағайын. Тұратыңдар, айқайлай бердіңдер. Мұнау бәрін айқайлап бір қорбанда бір жоғалтып алған әмсет айқайлап самсас жерде отырмады. Енді мен бір жігітпен қоштасам, олар мықты билер, мен билермеді деп ойламаймын. Бірақ бүгінгі қуаныштың жастардан кейін екі себепкер болып отқан Құдағұла мен Құдаша. Бұлар енді өздері қосылатыны қосылып, болар болып бояу сенген адам ғой. Бұлар енді ашылмайды.
Сондықтан да аға, мынау молодецсіз, өте тамаша, кәдімгі жас баладай биледіңіз. Жастардың өзі ілесе алмай жатыр сізге бар ғой. Мына жеңгем қандай қасында, қарындасым. Міне не деген, міне ағалы қарындас қалай билеп жатыр. Сондықтан да міне сізге мынаны береміз, мынаны жеңгені апарыпты. Ол соның бетіне жағатын нәрсеге, өзің жағып алып жүрме. Мынаны сізге береміз, міне. Әдемі. Рахмет, аман болыңыздар. Осындай тойда жүріп, және тойды көтеруден басқа билеп көрмеңіздер. Мына балдарыңыз бақытты болсын. Сол балдарыңыз бақытты болсын. Жарайды. Мынау біреу баласы әрмелеп жатқанда да бүйтіп қоштасып түсіндірді ме? Молодец. Енді құрметті ағайындар, мен мына екі жұртты алып қойған себебім мына құдалар бағын ашандар екен ғой. Құдалар трамвай жетпеді. Жақсы шығып көріп тұрмын ғой. Енді екеуіне құрметті ағайындар, көшеде бір қыз кетіп жатса, ойбай мына керемет әп-әдемі үндінің қыз сияқтымыз. Үндінің қызынан қазақтың қай жергім, дұрыс па? Сондықтан да бір сендер жаңа өзі құрдастар өшеді, өз заманының әнін сұрап өттіңдер ғой. Сіз заманның ең мықты кинолары үнді киносы болатын. Дұрыс па? Сол үнді киносын көреміз, үнді биі. Үнді биі қосқанда сізге образға кіріп билейсіздер. Жақсы ма? Бір-біріне су шашып келгеледік деген сияқты. Көрейік, музыка. Тымдасы қыз билеп үндінің киносында да билеп белінен ұстап, үндінің киносында бүйтіп сүйсеңде өп, сүйсей басы алып кетеді. Бүйтіп костюмін шешіп, лақтып чап билеп, бірдемеске шешші, бүйтіп жүрген. Кет қайтаран, қошемет құрдастары. Мына екеу тым жас пен амбытшы. Қыз келін ол жақындасы, сен маған не оқымшын? Мына жер су шашып, сен еркелеп соған. Нағылып айтайын тағы, не бар осың? Ана кісілердің астынан тығылып қалып, сен істеп, тауып алып, бірдемеске шешіп көңір. Соңғы рет үміт берем, бұда бұда. Кет! Қошымет, достар!
үндінің таза жігіті осы болады. Баш адам шынымен кетті ме? Айтып өтші ме? Бармаз дейміз. Батышқа қайда Нұралыға. Мана айттым ғой, әлің красавчиктер. Қазір көрейік, Метқонның рөлін қалай ойнайтын. Міне, саған шамсың. Міне, қосылды. Тұратырыңдар. Ол күндің қажеті жоқ енді. Құда бала бейтен жақтық сәні. Құда бала дұз жала. Енді көрметсіз ау. Қалай қоғырызға кірдіреді, чоқпен кірдіреді, есік жауыпты түйіп кірдіреді. Енді бұл үнінің красавчик екенін алдында бір тойда көргенде көзімнің қол қойды ма. Енді қара, қалай жаңа қыздар қалай нетіп Құда бала бұлай деп қой. Енді Индияда қашанда бір екі махаббат керім болып билеп жүргенде оның ортасында не жүреді? Банды жүреді. Құда бала сен банды боласың. Бандысың. Қазір бұлай болады. Екі жас, екеуің билеп атасыңдар керім болып. Сол енді банды дегенде сен банды келесің. Тұратыр, отыр сол жерде өсің. Екеу билеп атады, сен мына жігітті аласың да ұрасың. Түсіндің ме? Ұштап жүрмесің. Мен өзім аузымын піш-піштеп айтып тұрамын. Сен мәзбін ма? Сен маған ұрып атқан кезде әлі столдан барып жылап бүйтіп маған көмектесіп келіп, бәрі столға образға кіріп айналып тұрасың. Түсіндің ме? Әкел ана күлді. Постарайся емес, соны істейсің қазір. Музыка жіберіп кетті, көрейік. Банды бар дегенде бәрі, газ көктеш, банды бол. Музыка әкет. Қосымет, құрметті ағайындар. Шабалақ қайда, қосымет қайда. Болмайды, мынау бандының братчикасы шығып кетті, бандының братчикасы. Болған болмайды, бұны ұстап отырыңдар, жібермеңдер. Бандының братчикасы шығып кетті. Музыка кетіп жалғыз. О, міне банды, таза банды. Кет, қосымет. Шапалақ қайда, қосымет қайда қайда. Молодец, бұны рахаттар деп бар. Маңдың жүрді. Бұны... Жүйірді олсын. Ойнаймыз деп отыр, от шығып кетті. Жоқ, әр адамның негізгі бір нәрсеге өзінің образы болады деген рас қой. Бандығына жүрген өзіміз екен бар қой. Таза банды екенсің. Қандас бір қарай кеші, молодец. Сен үшін жаны кіріп, образға кіріп, жылатып қалып, нағы дейді саған барғанда. Көмек сұрақ бардың өзі. Нағы дейді, білмейсің бе? Өзіңе сол керек дейді саған. Қазір тұратырыңыздар, құрметті бүгінгі
Екі жігітке тоқтап бердім. Мен банды. Иди домой. Орныңызға жайғаса бер. Енді мына молодец Нұралы, мен саған риза болдым. Енді қазір осы қыз осы жерде тұрсын, мына гүлді саған берейін, осыны бір әдемі етіп, осы қызға өзің тапсыршы. Музыкамен істейді да. Музыкамен болады. Осы бір көрсетші. Молодец. Молодец. Осы бір. Осы бір. Құдаша ана жастардың қасына отырып алып жүрме, орныңа отыра тұр пока. Ой, Аллай, қара тілге түстім ғой.